Энергетика күні мен Ақсу электр станциясының 55 жылдығына орай электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер, электрослесарь мамандығы бойынша кәсіби шеберлік байқауы алғаш рет ұйымдастырылды. Мұнда 6 қатысушы бақ сынады, оның біреуі студент. Байқау 2 кезеңде өтті. Алғашында мамандар теориялық білімдерін көрсетті. Кейін тәжірибелік кезең тапсырмасын орындады. Опыт громадный. Тәжірибем орасан зор, сондықтан маған практикалық тапсырманы ұйымдастыруды тапсырды. Ол сәтті орындалды. Қатысушылар өздерін кәсіби маман ретінде көрсетті. Үзіліссіз жұмыс істеді деп айтуға болады. Барлық қабілеттерін көрсетіп, тапсырманы мүлтіксіз орындауға тырысты. Байқауға барлығы қызу дайындықпен келген. Мұнда уақытқа да шектеу қойылған. Мәселен, Жаяу Мұса атындағы Ақсу көпсалалы жоғары колледж студенті тапсырманы сәтті орындап шықты. Вот у меня КМ1.2. Это вот этот мини-контактор получается. И на нем сидит, получается, вот на этих контактах, они нормально замкнуты. Когда контакт поджимается, они размыкаются, то есть сигнал дальше не пройдет. 3 сағатқа созылған тәжірибелік тапсырмадан соң әділ-қазы мүшелері тыңғылықты тексеріс жүргізіп, ойларын ортаға салды. Нәтижесінде 2 кезеңде жоғары ұпай жинаған Еуразиаттық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамы Ақсу электростанциясы цехының электрослесарі Александр Шкильнюк жеңімпаз атанды. Станция работает 30 лет в этом году. 4 тамызда станцияда жұмыс істеп жүргеніме 30 жыл толды. Байқау алғаш рет ұйымдастырылды, сондықтан қатысу қызықты, сұрақтар қиын болмады. Ал тәжірибе сәл қиындау. Тәжірибе бөлігінде біз жарық индикаторы және бөлшекті қармауы бар реверсивті қосқышты жинадық. Яғни қозғалтқыш жұмыс істеп тұруы қажет. Сіз келіп, іске қосқанда қозғалтқыш жұмыс істеуі қажет. Кәсіби шеберлік байқауының қорытындысы бойынша қатысушылар сертификаттарға ие болды. Ал жүлделі орын иелеріне дипломдар табысталды. Байқауда қарсыластарын артта қалдырып, бірінші орынды иеленген жеңімпаз келесі кезеңге жолдама алды. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы.